Қалайсыңдар достар? Бүгін бізде Қытай өнеркәсібінің жаңа жұлдызы Chery Arizo 8 ғаламторда бұл туралы айтып жатқан адамдар көп. Біреулері мақтайды, біреулері даттайды, ал біз шындықты айтамыз. Ендеше кеттік. Chery Arizo 8-дің сыртқы келбетіне келсек, радиатор торы кең, үлкен көлемді. Ең әуелде бұл Lexus'та пайдаланылған. Сондықтан біздің санамызда, көпшіліктің санасында бұл премиум классқа сілтеме жасап тұрғандай болады. Әуелде адамдар үйренбеген еді, дегенмен қазір көзіміз үйренді, бояу сіңді. Ал мынау жерде адаптивті круиз контрольдің радары орналасқан, бұл базалық комплектациясында көрінеді. Ал жарық шамдары LED технология өте әдемі көрінеді. Бұл көлікті Kia K5 пен және Camry 70 пен салыстыратын адамдар көп. Мен салыстырмайтын едім. Өйткені мына екі көлік шынымен былай ақылды студент деп атасақ, мынау жай ғана әдемі боялған Instagram жұлдызы. Екеуінің өмірінде еш бояу жоқ, қандай бар сондай. Ал бұл қана премиум санатқа имитация жасап жүрген көліктер еді. Arizo 8-дің арты әдемі заманауи жасалған. Жалпы қытайлар соңғы уақытта барлық көліктерін осындай әдемі заман талабына сайғып жасап жатыр ғой. Мынау екі жақ қапталында орналасқан, мынау екеуі тұрба емес, жай ғана имитация. Ал шын тұрбалары астыңғы жағында орналасқан. Мынау 290 деген жазудың не екенін білесіздер ме? Бұл қозғалтқыш көлемі 2,9 деген сөз емес. Бұл қозғалтқышының айналдыру моменті 290 ньютон-метр береді. 1,6 деп жазуға ұялғандықтан ең үлкен сан қозғалтқышында қандай бар, соны жаза салған шығар. Т дегеніміз турбо қозғалтқыш. Жет сатылып, преселективті роботпен жұптасатын 1,6 көлемдегі қозғалтқыш екеуі нағыз қалаға арналған сияқты. Қала ішіндегі жүріске өте ыңғайлы. Дегенмен ішінде жүріп келе жатқан кезде бір премиум класста келе жатқан сияқты сезінбейсің. Көлік көлемді, соның есебінен ғана бір үлкен, ауыр, жақсы машинамен келе жатқан сияқты сезім болады. Дегенмен бәрібір бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты. Алдыңғы радар келе жатқан көліктердің барлығын тура алдыңа шығарып көрсетіп отырады. Бір жағынан ыңғайлы сияқты, дегенмен бұның не үшін керек екенін мен түсінбедім. Алдыңдағы көліктерді өзің көзіңмен де көре бересің ғой. Ал мынау жай ғана қайта-қайта жылт-жылт етіп бір назарды өзіңе аударып, жүріп келе жатқан бір жолдан басқа жаққа ойыңды бұзатын сияқты. Көліктің ішіндегі иісті де өзгертуге болады. Қытайлардың ойлап таппайтын жоқ қой. Мына жерде 3 түрлі иіс бар. Оны қайсысы керек, сонысы мына жерден таңдап қоссаңыз болады. Табиғаттікі, спортивный, страстный дейді. Қайсысы иіс сізге қазір керек, сол иісті қосып қойсаңыз, көліктің ішіндегі иісте ауысып, түрлі-түрлі атмосфераны сізге көрсетіп тұрады. Сосын мынау жанып тұрған жарықшалардың да түсін өзгертуге болады. Бұл көліктің салонын таныстырмас бұрын алдын ала бір ескерту жасап, сіздерді ақпараттандыруым керек. Бұл Mercedes емес, бұл Chery Arizo 8. Дегенмен салонын қарасаңыздар, соңғы шыққан Mercedes E-кластың имитациясы тағы да айтуыма тура келіп тұр. Мынау ағашқа ұқсас пластиктері, панелі, орындықты баптау батырмалары, тіпті есіктеріне дейін толық Mercedes'тен қайталанған, сәл өзгертілген. Дегенмен маған өзіме көңіліме ұнап тұр. Әдемілігі, сәндігі жағынан алдымда 12-де 3 дюймдік екі монитор орналастырған. Бірінде саймандар панелі болса, екіншісінде меню. Бұл да әзірге
қаншалықты екенін білмеймін, қанша уақытқа жұмыс істейтін, жақсы жұмыс істейді. Барлығы түсінікті, баптауларда барлығы көрініп тұр. Жоғарғы жағынан климатты баптауын шығаруға болады. Сол жағынан, істемей қала жаздады ғой. Сол жағынан көліктің баптаулары толық шығады. Android Auto, Apple CarPlay ұстайды. Дегенмен маған бір ұнамайтын нәрсесі мынаның барлығы сенсорлы батырмаларға орнатылған. Жолда жүріп келе жатқан кезде физикалық батырмаларды тауып алу оңай, ал мынау жерден қайсы қандай батырма екен сенсорлыны дұрыстап, көзіңді ашып, бүкіл назарыңды аударып қарамасаң, оны тауып алу өте қиын болатын сияқты. Селекторда электронды емес механикалы жұмыс істейді. Тежегішті басқаннан кейін мынау дәстүрлі алға артқа жылжытасыз. Камерасының барлығы қосылады. Дегенмен бұл жердегі тағы бір ерекшелігін айта кету керек. Көп көліктерді типтроникті қосу үшін мына селекторды оңға немесе солға қарай жылжытамыз ғой. Бұлында олай жұмыс істемейді. Қапталындағы батырмасын сәл уақыт басып тұрған кезде механикалық режимі қосылады, типтронигі қосылады. Содан кейін ғана барып механикалық режимде жұмыс істеуге болады. Мынау рөлдің артындағы жапырақтар арқылы да жұмыс істеуге болады. Телефон қоятын орын көп. Мынау жерде сымсыз қуаттау жүйесі бар. Тағы бір телефонды қоюға болады. Мынау жерге тағы бір телефон сияды. 2 стакан қойғыш бар. Және ортада ұсақ-түйек заттарды толтырып қоятын жәшік бар. Көзіме оғаш көрінген нәрсені айта кетейін. Мынау ашып, жабу тұтқасы. Бір ерекшеленіп, аюдың тісі сияқты мына жерден шығып тұрады. Қолға ұстағанға ыңғайлы, дегенмен көзге оғаш көрінеді екен. Қараңыздар, мен орындықты өзімі ыңғайлы баптадым. Бұдан әрі жақындатайын десем, аяғым педальдары жақындап қалады, аяғыма ыңғайсыз болады. Сондықтан осылай отырдым. Енді көлікте келе жатқанда ең негізгі нәрселердің бірі ол саған қажетті нәрселердің барлығы қол жетімді жерде болуы. Мысалы, мен өзімі ыңғайлы баптадым да, жолда жүріп келе жатырмын деп елестетейік. Одан орындық жылытқышын қосқым келді. Мен оғаны қосу үшін ыңғайлы отырған кезде қолым жетпейді. Міндетті түрде алға жылжуым керек. Сосын ол физикалық батырмамен бұл жерде орындық жылытқышы жоқ. Міндетті түрде менюді ашуым керек. Ол ашқан кезде, бірінші от алдырған кезде, мынау кондиционер тұрады, климат бақылау тұрады. Одан орындыққа баптауын өтуім керек. Содан кейін ғана барып, мен орындық жылытуын қосалам. Бұл жолда келе жатқан кезде біраз ыңғайсыздық тудырады. Сіздің толық назарыңызды жолға емес, жолдағы көліктерге емес, осы жаққа аудару керек. Сондықтан мен физикалық батырмалардың не үшін қажет екенін міне осы мысал арқылы айттым деп ойлаймын. Артқы қатарына келсек, бұл да жаңағы Мерседестің имитациясы сияқты. Барлығы сол Мерседестің стилінде жасалған, дегенмен ондай сапада емес. Себебі, мысалы, жоғары жағын көрсеңіз, мынаның барлығы қатты пластик. Дегенмен маған нәрсе, басқа көліктердің барлығында мынандай үлкен бір қалташа болады, ал бұл жерде ұсақ-түйек заттарды, телефонды салып қою үшін мынадай кішкентай қалташаларда қарастырылған екен. Артында бар мүмкіндік, бұл жерде орындық жылытқышты қосасыз, сосын терезені ашып жабу ғана бар. Басқа еш нәрсе жоқ. Мына жердегі жанып тұрған жарықтардың барлығының түсін алдағы меню арқылы түрлі түске өзгертіп отыруға болады. Болды, басқа еш нәрсе жоқ. Айтпақшы, Қытай өндірушілері өз көліктеріне 92 октаннан жоғары бензинді құя беруге рұқсат береді. Оны мына қақпаққа да жазып қойыпты. Бұл бір плюс деп ойлаймын. Chery Arizo 8-ге көлемі 1/6 болатын турбиналы қозғалтқыш орнатылған, ол 7 сатылы преселективті қораппен жұптасады. Тура осы жұп Exceed'тің кроссоверіне де орнатылған. Бұл екеуі ол жақта толық жетекпен жұмыс істейді. Сондықтан тек қана моно жетекті салмағы 1,5 тоннадан сәл артық көлік үшін бұл жеткілікті. Енді артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталайын. Әрине, ең бірінші артықшылығы заманауи әрі сәнді дизайны. Қала ішінде жүруге өте ыңғайлы. Төменгі комплектациясының өзінде опция көп. Қытайлық брендтерге сатып алу жеңілдіктері, ыңғайлы несие шарттары ұсынылады. Қытайлық брендтер сенімсіз деген ұғым қалыптасқан халық арасында. Екінші нарықта сату өте қиын. Сондықтан жылдам құнсызданады. Дыбыс изоляциясы нашар. Ол қаланың ішінде де сезіледі. Қатты жылдамдықта тіпті шулы. Нашар жолдарда жүріс бөлігінің сапасыз бапталғаны сезіледі.
Сонымен Cherry Arizo 8 бұл көліктің философиясын түсінуді қиын, өйткені бұл кез келген нәрсенің имитациясы. Салонын айттық, Мерседестен көшірілген, барлығы бұны Camryмен, Cavie'спен салыстырады дедік. Оған да жетпейді, сондықтан бұл өз алдына бір бөлек имитациялық көлік. Сатып алу, алмау өздеріңіздің еріктеріңізде, дегенмен жұрт айтқандай премиум санаттағы көлік мінем десеңіз, Arizo 8 жарамайды. Амандықта жүздесейік.